Неге біреуге бәрі оңай келеді, ал біреу жол таппай қалады? Мәселе дұрыс қойылған слайдта. Слайд сенің санаңдағы ішкі кино. Бұл визуал ғана емес, күй, эмоция, сенім және ішкі фон. Ми алдымен шындықты емес, ол ішкі картинаны көреді. Сен қандай картинаны ұзақ ұстасаң, өмірің сол бағытқа жылжи бастайды. Трансерфингте өмір кинолента дейді. Ал сен көрермен емессің, сен операторсың. Жаңа лентаны ойдан шығармайсың, ол дүниеге дайын. Сен тек қай лентаға ауысатынды шешесің. Сәтсіздік лентасы, сенімділік лентасы, тыныштық, өз орнын табу лентасы. Ауысу оймен емес, ішкі күймен жүреді. Сонда біз таңдау арқылы, ішкі состояниені қалыпқа келтіру арқылы өміріміздің кинолентасын керемет жаққа өзгерте аламыз. Біз қаламайтын слайдтар қалай қалыптасады? Адамдар слайдты саналы түрде емес, автоматты түрде қояды. Өткен шақтың жарасы, күдік, негативті сенімділік, орта, бәрі слайд жазады. Сен сәтсіздік туралы көп ойласаң, бұл да слайд. Және ми оны шындық деп қабылдай бастайды. Сосын адам, неге менде осылай бола береді? Таң қалады. Себебі ол өз ішкі фильм. Біз қалайтын слайдты қалай жасауға болады? Оқиғаның, арманымыздың ішіне кіру, жай бақылаушы болмай, қолмен ұстап, шынайы араласып жатқанда елестету. Өзіңді мақсатқа жеткен күйде сезін. Не сезіп тұрсың? Сені не қоршап? Қандай күйдесің? Бұл сезіну визуалдан да күшті. 100 рет айту емес, 1 рет сезіну нәтиже береді. Қазірдің өзінде шындық деп қабылдау. Слайд болашақта емес, осы сәтте. Осылай өмір сүріп жатқандай күймен қабылдау. Жүйелі қайдалау маңызды. Таңертең слайдты іске қосамыз. Сенімді, сабырлы және өзіңді соған лайық санап, орындалған күйде қайта-қайта сезінеміз. Бұл күнді дұрыс вибрацияда бастайды. Кешке өзіңе кішкентай позитивті өзгерістерді белгіле. Микрожетістіктерді, бүгіннің кешеден жақсы болғанын, бұл лентаның ауысқанын бекіт. Нәтиже қалай біледі? Алдымен ішкі фон өзгереді. Сосын жаңа шешімдер, адамдар, мүмкіндіктер, жағдайлар тартылады. Қалай жаман ойлар кедергі тудырғанда, жақсы ой мүмкіндіктер тартады. Әлеммен арпалыспа. Жай ғана менің әлемім маған қамқор деп сеніммен жүр. Осы күйінен қалаған арманыңды орындалғандай сезін. Сен қарсы тұрмай, рұқсат берген сәтте. Арманыңа өзіңді лайық көргенде, әлем өз кереметін ашуға мүмкіндік алады. Басқа да жолдарын әлі қарай трансерфингпен зерттеу.